таңда жастарымыз бос уақытында немен айналысуда? Заманауи технология мен смартфон гаджеттерін дамыған заманда жастарымыз түрлі ойын қосымшаларына тәуелді болып отыр. Осы бойынша жастарымыздың ойын бірге білеміз. Электронды ойындар ойнайсыз ба? Иә. Қандай ойын? Free Fire. Не үшін ойнайсыз? Жай уақытымды өткізу үшін. Қолым бос қалған кезде. Қандай пайдасы бар сізге? Пайдасы? Иә. Жай уақытымды өткізу үшін. Бос уақыттарым болмас үшін. Бос уақытымда ойнаймын. Бос уақытыңызда ойнайсыз. Иә. Сіз өзіңіз ойын сандап жеткенсіз ба? Жоқ. 8-де. Сен ойын ойнаған ұнатасың ба? Иә. Қандай ойындар ойнайсың? Машина, жарыс, бір төбелес ойындар жақсы көрем. Не үшін жақсы көресің? Өйткені сол жақсы көрем. Ол саған қандай пайда береді? Маған төбелес, күш береді. Күш береді? Оны сен өзің денеңмен ойнамайсың, қолмен ойнайсың. Иә. Қалай күш береді саған? Сол Достарың ойнайды ма осы ойынды? білмеймін. Ойнайды ау. Көп па? Иә. Рахмет. Ойын ойнайсыз ба электронды? Жоқ. Мүлдем ойнамайсыз. Ойын ойнайсың ба электронды? Иә. Қандай ойындар? Флеш. Иә. Ол саған не үшін қызықты? Мен онша көп ойнамаймын. Анда-санда ойнаймын бірақ. Қандай пайдасы бар саған? Білмеймін. Достарың көп ойнай ма? Иә, көп ойнайды достарым. Нешеде? 13. Электронды ойындар ойнайсыз ба? Жоқ, бұрында ойнайтын тұғым, қазір ойнамаймын. Неге ойнамайсыз? Қызық па? Рахмет. Нешеде? 12-де. Электронды ойындар ойнайсыз ба? Жоқ. Электронды ойындар ойнайсыз ба? Қандай ойындар ойнайсыз? Free Fire болды. Ол не үшін сізге қызықты? Енді атсасын сол қызық қой. Сізге не береді, пайдасы бар ма? Жоқ. Достарыңыз ойнайды ма? Иә. Көп па? Иә. 9-да. Ойындар ойнайсыз ба? Иә, ойнаймын. Қандай? Free Fire. Не үшін ойнайсыз? Өзім үшін қызық ол ойын. Сізге қандай пайдасы бар? Пайдасы дегенде ойнаймын бос уақытымда. Достарыңыз көп ойнай ма? Иә, ойнайды. Ағам ойнайды, інім ойнайды, бәрі ойнайды. Не үшін ойнайды? Өздері ойнайды, достармен. Ағам. Не түсінесіз соны ойнағанда? Ол жерде атысады, адам өлтіреді. Ол жақсы нәрсе ба? Жоқ, негізінде. Бас тартуға қалай қарайсыз? Бас тарта алмаймын. Сол. Өзімен өйткен ойнайды. Ұнайды. Жас нешеде? 12-де. Электронды ойындар ойнайсыз ба? Иә. Қандай? Free Fire. Не үшін ойнайсыз? Қызым үшін. Ол сізге қандай пайда береді? Кішкене қызықтырақ. Сондай. Бас тарта аласыз ба? Кішкене. Кішкене. Өзіңіз ойын жасағыңыз келеді ма? Сіз нешеде? 15-те Электронды ойындар ойнайсыз ба? электронды ойындар ойнаймын. Қандай? Мысалға CS:GO. Не үшін ойнайсыз? Не үшін? Жай сәл уақыт өткізу үшін ойнаймын. Сізге қандай пайда береді? Пайдасын білмедім. Бас тартуға қалай қарайсыз? Бас тартуға? Болады бас тартуға. Достарыңыз көп ойнайды ма? Жоқ, достарым көп ойнамайды. Рахмет. Жалпы психологияда, жеке тұлғада психологиялық дағдарыс дегеніміз бар. Ол қалыпты және қалыпсыз болып екіге бөлінеді. Қалыпты дағдарыс дегеніміз ол бала дүниеге келгеннен бастап жарық дүниені көрген кезде оған ол қалыпты дағдарыс. Ол кейінірек үйренеді, ол жарық екенін, жарық дүние екенін. Немесе мысалы балаға бір тапсырманы берген кезде оған бірінші дағдарыс болып көрінеді. Ол қалыпты дағдарыс. Егерде сол іс-әрекетті үйренсе, ол мысалы бір жұмыс беріп, или болмаса бір сабақты берген кезде үйреніп, соған дағдыланса, ол қалыпты дағдарыс. Қалыпты дағдарыс арқылы жеке тұлға ол үйренеді, біледі.
ары қарай да жаңағы жетіледі. Егер де қауіпсіз дағдарыс болған кезде жаңағы бала қараусыз қалған кезде, ата-ананың махаббатынсыз қалған кезде, немесе жаңағы ата-ананың ажырасуына тірелген кезде ол қауіпсіз дағдарыс пайда болады. Бүгінгі біздің мысалы тақырыбымыз жаңағы жастар арасында жаңағы өзекті мәселе ол ойын құмарлық. Мысалы жастар да жаңағы ересектер де жаңағы соткіге құмармыз, мысалы әлеуметтік желілерге немесе жаңағы ойындарға құмар. Мысалы балалардың егерде іс-әрекеттері, егерде мақсаты болмаса, бала қараусыз қалса, бос уақытысы көп болатын болса, ол жаңағы соткаға немесе жаңағы компьютерлік ойындарға жаңа көп көңіл бөледі. Ол жаңағы ересек болып келген кезде кейін ойын құмарлыққа, игроманияға барады. Оның жаңа санасының улануы. Мысалы баланы келісімен, бұйырып емес келісімен балам мынаны істей қойшы, немесе жаңағы балаға болашақпен сөйлеу, балаға жаңағы алдына мақсат қоюды үйрету, баланы мысалы жаңа футболға, жаңа ойындарға, немесе басқа да мысалы математика, түрлі пәндерге қызығушылығын таныту. Баланың мақсатын нақтылау. Күнделікті бала немен айналысады, не іс-әрекетпен айналысады, жоспар құруды үйрету. Егер де балаға сол нәрсенің бәрін нақтыласа, ол ешқандай да жаңа ойын құмарлыққа, құқық бұзушылыққа, жаңағы жат қылықтарға бармайды.